Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тіл сабағы бөлім атақты тұлғалар 85-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы етістік туралы білетінімді еске түсіремін. Бүгін балалар біз етістік туралы білетінімізді қайталайтын боламыз. Сендер бүгінгі сабақтан сурет бойынша мәтін мазмұнын болжайсыңдар. Сөйлемдерден етістіктерді табасыңдар. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің негізгі ойын анықтайтын боласыңдар. Ал балалар, ең бірінші, етістік дегеніміз не? Еске түсірейік. Етістік қандай сұрақтарға жауап береді? Етістіктер нешеге бөлінеді? Ойланайық. Жарайсыңдар. Етістік заттың, іс-әрекеттің қимылын білдіретін сөз табы. Етістіктің сұрақтары: не істеді, не қылды, қайтты. Етістіктер дара етістік және күрделі етістік болып екіге бөлінеді. Дара етістік бір ғана сөйлемнен тұрады, ал күрделі етістік бірнеше сөздерден тұрады. Мысалы, дара етістік келді, күрделі етістік жүгіріп келе жатыр. Еске түсірсек, бүгінгі сабағымызды бастайық. Ең бірінші тапсырма. Мұнда берілген сұрақтарға жауап берейік. Онда астында керекті сөздер жазылған. Сол сөздер арқылы сұрақтарға жауап беріңдер. Динаның ұстазы кім? Динаның ұстазы Құрманғазы атамыз. Ал Құрманғазы кім? Құрманғазы күй атасы. Домбырашы болу үшін не істеу керек? Домбырашы болу үшін дыбысты сүйе білу және ерінбеу қажет. Ең соңғы сұрақ: Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға қалай әсер етті? Құрманғазы атамыздың ақыл кеңестері Динаның құлағынан кетпестей, есінен кетпестей болды. Жарайсыңдар, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма: көпшіліктен орнына тиісті етістіктерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Кәнекей балалар, дәптермен жұмыс жасайық. Жарайсыңдар, ендеше өзімізді тексерейік. Күйші күй не істейді балалар? Тартады. Жыршым жырын жырлайды. Ақын өлең айтады. Дәрігерлер ауруды не істейді? Емдейді. Жарайсыңдар, мұғалім балаларды оқытады. Жылқышы жылқы бағады. Жарайсыңдар, біз тиісті етістіктерді қойып шықтық. Келесі тапсырма: көндіккенің орнына дара етістіктерді тауып жаз. Мұнда балалар, бізге күрделі етістіктер берілген. Осы күрделі етістіктерге қарап отырып, біз дара етістіктерін жазуымыз керек. Ендеше дәптерімізге жаза қойайық. Жарайсыңдар, ендеше өзімізді тексерейік. Келе жатыр, келе бастадым. Дара етістік келеді. Тарта алады, тартып жатыр, тартып
жүр. Дара етістік тартады. Тоқи алады, тоқып отыр, тоқи бастады. Дара етістік тоқиды. Барып кел, бара кел. Дара етістік барады. Ал балалар, осы күрделі етістіктерді пайдаланып, сөйлем құрап көрейікші. Ойланайық. Бір сөзге сөйлем құрап көріңдер. Жарайсыңдар. Айым жаңадан киім тоқуды үйреніп жүр. Келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, суретте не көріп тұрмыз? Жарайсыңдар. Мұнда күй атасы Құрманғазы атамыз және Дина апамыз олардың көрермендері де отыр екен. Суретке қарап, мәтіннің тақырыбын болжайық. Мәтіннің тақырыбын біз қалай қойсақ болады? Дұрыс айтасыңдар. Күй атасы Құрманғазы. Құрманғазының күйлері. Жарайсыңдар. Осындай тақырыптарды қойсақ болады екен. Ал балалар, кітапта берілген мәтінді мұқият оқып шығайық. Менің атым Дина, деді қызғалдақ. Мейірлі бол, Динажан. Мен күйші атасы Құрманғазымын. Тәрбиешім Махамбет ақын Исатай ердің серігім. Халық үшін жан берген, сол ерлердің ұраны, сол күрестің дабылы мынау егіз шекте. Мұрамды саған тапсырдым, халыққа жеткіз күйімді, деп қария қызғалдаққа үкілі домбырасын ұсынды. Егер де маған, атажан, шынымен сеніп тапсырсаңыз, кек ұрандас күйіңізді халыққа ойнап беруге ант етемін, деп қыз бала тізерлеп отырды да, домбыраны қолына ұстап, сүйіп алдым. Балалар, осы мәтін бойынша жоспар құрап көрейік. Жарайсыңдар. Ең бірінші Дина мен Құрманғазының танысуы деп жоспарын бастайық. Ал балалар, жоспарды қалай ары қарай жалғастырсақ болады? Ойланыңдар. Екінші, Құрманғазының мұрасы. Құрманғазы өз домбырасын Динаға тапсырды. Мұрам деп айтты. Сондықтан біз екіншісін Құрманғазының мұрасы деп алдық. Ал үшінші жоспарды Динаның ант етуі. Дина домбыраны қолына алып, Құрманғазыға ант етті. Сондықтан Динаның ант етуі деп үшінші жоспарды алдық. Жарайсыңдар. Балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.